Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгін біздің онлайн қонағымыз өмірдің ақ пен қарасын, қызығы мен қиындығын бастан өткізіп келе жатқанын кітапқа жазып шығарған жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов. Бағлан, қайырлы күн, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, Аида ханым. Жақсы, рахмет. Өздеріңізде қалайсыздар? Жақсы, шүкір, рахмет. Бағлан, шаш қайда, шаш? Енді адамға ақырындап ақыл кірген сайын шаштың өзі қаша береді екен ғой. Ессіз шаштар. Шешіп көрсетіңізші, қандай қылып алып тастадыңыз шашыңызды? Енді түрлеріне сенімді жігіттер шаштарын ала береді. Ақырындап Инстаграмда отырып алып қазақтың жігіттеріне жаңа бас деген челлендж жолдағанбыз. Содан ақырындап қазақтың батырлары осы жолдаманы жалғастырып жатыр. Өйткені кез келген сәтте, кез келген жағдайда барлығын тиімді пайдалануға болады. Сондықтан осы бұндай карантин бір алла біледі, бұл 100 жылда, бір ғасырда бір рет болатын, бұл үйде отыратын сондай бір сынақ болып тұр ғой. Енді үйде құр отырғаннан көрі жан дүниемізбен қоса кішкене нәпсінді тәрбиелейтін, сосын кейін өз-өзімізді де ретке келтіретін, одан кейін бұл жалпы айтқанда сол шашты да алып тастау деген сияқты бір кәдімгідей бір іштей өзіңе өзің бір сұрақтарға жауап табу деп айтуға болады. Бағлан, карантинде үйінде жатып іштері пысқан кейбір азаматтар ас үйге кіріп кетіпті. Сіздің де балық қуырғаныңызды көріп қалдық. Енді менің қолымнан пісіру келеді деп айтсам болады. Өйткені біз жігіттер тобы болып Шымкент қаласында пәтер жалдап тұрған кезімізде сол ас үйдегі тамақ пісіретін аспаз жас кезде мен болғам. Бағлан Әбдірайымов онлайн тренинг өткізіп жатыр деп ел шулап жатыр. Мына карантинде уақыттың барын пайдаланып, елге қандай онлайн сабақ өткізуді бастап кеттіңіз? Енді мынау осы құмар ойын туралы берген сұхбаттан бастап, мынау ақ пен қара кітабы жазылғанға дейін сенесіз бе, күніне дайректке 99+ деп хаттар толып қалатын. Басым көпшілігі осы құмар ойын төңірегіндегі сұрақтар етін. Жол көрсетіңіз, қалай есімді жисам болады, қарыздан қалай шықсам болады деген сияқты. Енді карантин болмағанға дейін мен жеке кездесулер, сосын кейін сұраныспен кездесулер жасап жүргенмін. Ал енді онлайн жасаған себебім бұл қатты бір сұранысқа ие болмаса да, бірақ көпшіліктің бұл ішіндегі жүрген жара оны сыртқа айтып шығара алмайды. Яғни көпшілігі жеке кездесуде немесе бір ашық айтуға, мен азартникпін деп ашық айтуға негізі ұялады. Ал енді онлайнның бір пайдасы, мен осылай жасасам деген кезде, ұсыныс тастаған кезде көпшілік жігіттер қуана келісті. Әрбір үшінші отбасыда, яғни статистика бойынша әрбір үшінші отбасыда бұл нәрсе бар екен. Енді елдер ол анда бір үлкен ғимараттарға барып, немесе бір арнайы ойнайтын жерлерге бармаса да, қолдағы ұялы телефон арқылы талай шаңырақтың шайқалып жатқаны ол анық. Яғни ауруын жасырған өледі дегендей, өзінің не біреуге айта алмайды, не біреуге бөлісе алмайды. Өйткені бұл бір наркомандар сияқты, яғни бір сенімді жоғалтатын, бір адамгершілік деңгейін төмендететін, бұл сондай атау. Сондықтан көпшілігі тығылып жасырғанды жақсы көреді. Ал енді бұл онлайн, бұл керемет мүмкіндік. Онлайн сабағыңыз 20 000 теңге, жеке кездесуіңіз 300 000 теңге деген рас па? Расына рас. Өйткені бұны ақырын өзі бір тәжірибемен келетін нәрсе деп те айтуға болатын шығар. Бұл мен үшін табыс көз емес. Аллаға шүкір, тегін ақ кездесуімен болады, тегін ақ жасауға болады. Бірақ қазір қаншама ес білген адам тегіннің сорпасы татымайды деген сияқты, жер бетінде судың да сұрауы бар деген сияқты тегін нәрсенің еш уақытта қадір болмайды екеніне мен көзім жетті. Пайда да бермейді, ол менің бір жыртығымды жамамайды.
просто менің кеткен бөлген уақытым, кеткен энергиямның ақысы ғана болды. Жақсы. Ал енді сіз үшін өмірдің ағы мен қарасы не? Енді бұл туралы шәкәрім атамыз керемет айтады, келдім қайдан, қайтсем пайдам, өлгеннен кейін не болам деп. Яғни әр адам өзінің өмірлік миссиясын түсінетін болса, жалпы кім бұл өмірде? Сол сұрағына нақты жауап таба алатын болса, адамның ақ пен қараны ажыратуы, яғни ақиқатқа жақын жүруі деп айтатын едім. Ал енді өзіңіз осы бір қиналған сәтте, психологқа барып көрдіңіз ба? Мен психологқа барған жоқпын, бірақ мен өзім бір рухани әңгімелерге, сосын кейін бір мынау бабалар аманатына, сондай бір тарихи тұлғалардың өмірбаянына мен бұрын қатты қызығатым, әлде де қызығушылығым басым. Осындай тақырыптарда мен әңгімелескенді жақсы көретін. Яғни айтқанда, осындай сұхбат құрау жүріп, өзім ішкі жан дүниемді ақтара отырып, өзгелердің өмірбаянымен салыстыра отырып, жалпы өзімді өзім бірінші Құдайдың қолдауымен тауып алған азаматпын деп айта аламын. Бұл жердегі басты проблемасы көпшіліктің қиналатыны ішке жұтып сыртқа шығармауында деп айтатын едім. Бағлан, енді адамның өз қателігін мойындауы ерлік. Кейбіреулер іштей мойындаса да қателігін жарияламайды. Ал сіз кітап жазып тұрып сан соққаныңызды айттыңыз. Жалпы елден бұрын өзіңіздің отбасыңызға оралайықшы. Бауырларыңыз, ата-анаңыз, қайын жұртыңыз соңына келгенде қалай қабылдады? Енді сырт көзге жақсы болып, сырты бүтін болып жүрген кезде осындай бір не дейтін еді, сюрпризің шығып тұрса, әрине көп адам таң қалады, түсінбей қарайды. Бірақ бұл менің тарапыма, менің тұрғыма әсер еткен жоқ деп айтсам болатын шығар. Өйткені нақты адам өзінің, мен өзімде сол бір кездесулерде айтып жүрем, сабақтарда да айтам, жалпы біреудің бірдеңені дәлелдеудің қажеті жоқ. Мен мысалға эфирде отырып алып, мен жігітпін деп айтудың да қажеті жоқ. Мен өзімнің отбасыма да, немесе достарыма да, кез келген ортада, сахнада да болсын, мен жігітпін деп маған айтуым, дәлелдеуім қажеті жоқ. Жігітпін ба, мен өзіме жігіттігімді дәлелдеп бере аламын, дәлелдеуім керек. Енді ең қиын нәрсе, ел жұртқа сырт көзге жігіт болып көрінген, ол бөлек әңгіме. Ал қиынның қиыны өзіңе өзіңнің жігіттігіңді дәлелдеп беру. Ал енді өзіңе өзің дәлелденген кезде, өзің еңсең көтерген кезде, яғни айтқан кезде ішкі жан дүниең, руханиятың оянған кезде, жалпы қадамың да нық, еңсеңде биік, сөзіңде салмақты бола бастаған кезде, көпшілік жаңада әсіресе туысқандар бір сенімсіздікпен, немесе бір аяушылдықпен қанша қарап жатса да, қарғап сілеп жатса да, немесе даттап жатса да, мақтап жатса да, бәрібір өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылың екі жақтап деп, соңында Абай атамыздың бір шумақ өлеңіне сүйеніп, кәдімгідей ары қарай өзің жолыңмен жүре бересің. Қазір 2000-ға жуық Билайн тұтынушысы вирус жұқтырудың қауіптілігі жоғары елдерде жүр. Дәл қазіргі уақытта байланыста болу өте маңызды. Билайн соны ескеріп, әрқайсысына 2 гигабайт және 30 минут роуминг тегін ұсынып отыр. Ал интернет роуминг ұстамайтын елдерде қоңырауға 100 минут беріледі. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Бағлан, тіпті ажырасуға шақ қалдым дедіңіз ғой енді бір сұхбаттарыңызда. Сізді тоқтатқан не, жарыңызды тоқтатқан не? Тоқтатқан, енді бұл адамның негізгі шынайы жаратушыға деген сенімі деп айтса болады. Өйткені енді біз бәріміз білеміз, мұсылманның қорғаны дұға деп айтады. Сондықтан үйдегі ол Құдай қосқан жарымызда кішкене жаратушымен байланысы тығыз болып, көбірек жауын жауған кезде, бір көбірек жалғыз қалған кезде көбірек Құдайдан тілесе керек.
Соның тілегі қабыл болған шығар. Болды деп айта аламын. Жақсы, рахмет Бағлан, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге, бізге қысқаша сұхбат бергеніңізге. Амандық болсын, жақсылық болсын дегім келеді. Жақсы, енді офлайн кездесуді Алла нәсіп етсін енді. Иә, әмин. Амандықта жүздескенше. Жақсы. Ал қазір аздаған жарнамадан соң эфирге әріптесім Наталья Райм тағы бір елге танымал адаммен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар.